Selam dostlar, bizler İstanbul qalasındayız. Aya Safiye періштені қарастырған. Мына артымызда қарасаңыздар, мына жоғары жақта бір періште тұр. Мына бұрышта екінші періште тұр. Үшінші періштенің суреті кейіптелген. Төртінші періштенің суреті кейіптелген. Олар мұсылман болмаса да, алайда христиан дініндегілерде бұндай Жебрейл, Азраил, Микаил, Исрафил періштелердің бар екеніне иман келтірген. Өлие Челебидің саяхат кітабында Ая Софияның таңғажайыптары деген бөлімінде мешіттің 361 есігі бар екенін, оның барлық үлкен екендігін, тылсым дүниеге таңғажайып екенін айтып көрсетеді. Оның қыбла жақтағы орта есігі бәрінен де өте үлкен. Мұның тақтайлары Хазірет Нух алейхиссаламның Әл-Джуди тауындағы қираған кемесінен алынған есіктігі екендігі айтылады. İstanbul қаласы Ая София.